Білесіз бе, сүйкімді пандалар Қытай елінің жекеменшігі болып табылады. Әлемдегі ешбір ел панданы өсіріп баптауға құқықтары жоқ. Қазіргі таңда пандалардың жалпы саны 2000-ға жуық. Оның бәрі дерлік Қытай қорықтарын мекендейді. Әрине, басқа елдердің зообақтарында пандаларды кездестіруге болады, бірақ олар да Қытайдың меншігі. Себебі Қытай билігі әр панданы жалға береді екен. Бір жылдық жалдау құны $1 миллион. Талап бойынша 2 панда, яғни еркек пен ұрғашысы кем дегенде 5 жылға жалға беріледі. Егер панда шетелде туатын болса, қонжығы да Қытайдікі болады. Өз басым пандаларды қатты жақсы көремін. Үнемі видеоларын қарап, елжіреп отыратыным бар. Сүйкімді пандаларды өз көзімен көруді армандаймын. Ал ең үлкен пандалар зообағы Пекинде орналасқан екен. Aviasales KZ қосымшасымен Пекинге 130 000 теңгеге баруға болады. Сондықтан жуырда менің пандалармен бірге түскен видеом шығып қалуы мүмкін. Пандалар әлемдегі ең қауіпсіз, өте әдемі әрі сүйкімді аюлар. Олар ет жемейді, тек бамбукпен қоректенеді екен. Бір ересек пандаға аптасына 300 келі бамбук қажет. Ал сіз пандаларды ұнатасыз ба?